Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын Наполеон тортын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай дайын қатпарлы қамырды алып, жұқалап етіп жаямыз. Осылай майдалап, төрт бұрышты етіп кесіп аламыз. Противенға салып 220 градуста пісіріп аламыз. Келесі біз крем жасайтын боламыз. Бір жұмыртқаға қантымызды салып, кішкене араластырамыз. Оның үстіне аз ғана сүт құйып араластырамыз. Келесі бізде 2 ас қасық кукуруз крахмалын саламыз. Сосын үстіне қалған сүтімізді құйып, жақсылап араластырып, жай отқа қоятын боламыз. Үнемі қозғап тұру қажет. Міне қою болып шыққан креміміздің үстіне сары майымызды саламыз. Үлкендеу ыдысқа жаңағы пісіп шыққан қамырымыздың арасын ашып, осылай бөліп саламыз. Оның үстіне кремімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Келесі біз тортымызды осылай формада жинаймыз. Дайын болған тортымызды холодильникқа 2 сағатқа салып қоямыз. Сосын холодильниктен алып, оформление жасайтын боламыз. Өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады, және де өте оңай жасалады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, аман болыңыздар.